Сәлем достар, корн-дог дайындаймыз. Бір стакан жылы сүтімізге бір жұмыртқа қосып араластырамыз. Үстіне 2 қасық шекер және 1 қасық тұз қосамыз. Ұнымызды қостық, оның үстіне 1 қасық қопсытқышымызды қосамыз. Араластырамыз жақсылап. Ұнымызды аз-аздан қосатыра, жақсылап араластырып, сұйық қамыр дайындаймыз. Міне достар, қамырымыз дайын болды. Ендігі кезекте мына сосиска сырларымызды ортасынан бөліп аламыз. Таяқшаларымызға түйіп шығамыз бәрін. Міне достар, сосискаларымызды алып, қамырға батырып аламыз да, қызып тұрған майымызға қуырып аламыз. Міне достар, корн-догымыз дайын болды. Өте әдемі, күшті шықты. Іші де таза піскен. Жасап көріңіздер. Сіздерге ең оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздерге ұнаған болса, лайк басып кетіңіздер.